Қандағы гемоглобин деңгейін көтеру үшін не жеген пайдалы? Видеоны соңына дейін тамашалаңыз. Қалыпты жағдайда гемоглобин деңгейі ер адамдарда 130-160, ал әйелдерде 120-140, ал жүкті әйелдерде 110 литрден жоғары болу керек. Гемоглобиннің қалыпты деңгейден төмендеуі адам денсаулығының әлсіреуіне әкеледі. Гемоглобиннің көбеюі немесе азаюы ағзадағы темірге тікелей байланысты. Егер адамға темір жетіспейтін болса, онда ол қан аздық ауруына тез шалдығады. Ал қанның азаюы ағзадағы оттегі көлемінің тек күрт төмендеуіне соқтырады. Гемоглобин неліктен төмендейді? Кез келген жағдай барысында қан жоғалту, дұрыс тамақтанбау, тойып тамақ ішпеу, вегетариандық тамақтану салты, темекі шегу, алкогольді ішімдікке үйір болу, жиі қан доноры болу. Қандағы гемоглобин деңгейінің төмендеу белгілері: адам тез шаршайды, түрі бозарады, терісі жиі құрғайды, жиі бас ауруына шалдығады, ұйқысыздық болады. Гемоглобин деңгейін көтеру үшін келесі тағам түрлерін жеген пайдалырақ: сиыр еті қосылған қара құмық ботқасы, жаңғақ, қызыл алма, анар не анар шырыны, шапталы, шикі сәбіз, қызылша шырыны, халуа, мейіз не жаңғақ қосылған бал, аскорбин қышылы дәрумендері. Бұл тағам түрлерін тұтынумен қатар таза ауада көбірек серуендеу қажет. Себебі таза ауамен тыныстаған кезде қан айналым жүйесі оттегімен толығады. Сондай-ақ бұл уақытта келесі тағамдардан тартына тұрған абзал: сүт өнімдері, кофе, шай, құрма, газды сусындар. Ең бастысы қан аздықпен күресетін тек қана мына жемістер. Олар: алма, анар, гранат, құлпынай жесеңіз болады. Әсіресе анар шырыны денсаулыққа өте пайдалы. Осы анемия тақырыбында ең үлесі өте зор жеміс осы анар болып табылады. Анар шырынының пайдасы өте көп. Оны алдағы видеоларда айтатын боламын. Ал қазір қан аздық ауруынан қалай құтылуға болады? Жылқының етін жеп, қымызын ішу керек. Жылқының жаясы, қасы шұжықтары анемияға ең жақсы ем. Бұдан басқа күніне бір түйір болса да алманың қызыл сорттарын, анар жеген дұрыс. Егер бұларға жағдайың келмесе, ашыған капуста, қызылшаның салаттары күнделікті бір мезгіл жейтін тамағың болуы керек. Асқазаныңа көңіл бөл. Таңертең міндетті түрде жаншылған сулыдан, овсяное хлопья, сүт ботқа пісіріп жеген дұрыс. Ешқашан аш жүрме. Әлсін аз-аздан болса да жиі тамақтан. Осыларды орындасаң, анемияның не екенін ұмытасың. Ең бастысы, қанның мөлшерін көбейту керек. Жеміс-жидектерді барынша көп жеген дұрыс. Қан аздықтан 3 күнде құтқаратын супер әдіс бар. Қан аздыққа шалдыққандар тоңғыш келеді. Ұйқысы қанбай үнемі жабырқаулы жүреді. Қан аздық кез келген жастағы адамда болады. Қанның ішіндегі бояғыш қызыл зат пен түйіршіктері азайған кезде ағза қан аздықты сезінеді. Бұл кезде сізді бір емес бірнеше жайсыздық мазалайды. Нақтырақ айтсақ, әлсіздік, терінің қуқылдануы, бас айналу, терінің құрғауы, ентігу, тәбеттің төмендеуі, құлақтың шыңылдауы, көздің қарауытуы, көп нәрсеге көңіл бөлмейсіз, жүректің жұмысы нашарлайды, аяқ-қол дірілдейді. Міне, бұл белгілер сіздегі қан аздықтан дерек береді. Қанды көбейту үшін дәрі алып шыңдалудың қажеті жоқ. Қанды да көбейтетін, ағзаны да қуаттандыратын үй жағдайында бірнеше әдіспен емдеу түрлері ұсынамыз. Ең бірінші бұршақ тұқымдастар. Ақуызға бай. Бұл қанның қызыл түйіршіктерін көбейтуге септігін тигізеді. Тамақтану мәзіріңізге горох, маш, жасұнық сынды бұршақтарды қосуды ұмытпаңыз. Ет, темір элементінің қайнар көзі. Күніне кем дегенде 150-200 грамм ет жеуді әдетке айналдырыңыз. Қарақат жемісінің құрамында С дәрумені бар. Бұл дәрумен жетіспесе ағза темірді өзіне сіңдіре алмайды. Сондықтан құрамында С дәрумені мен темір элементі бар тағамдарды көбірек жеуге кеңес береміз. Ал қанды көбейтетін 4 көкөніс. Қызылшаның кез келген түрі жарамды. Тіпті шикі де жесеңіз де пайдасы орасан. Күнделікті тамаққа, салатқа қосып жесеңіз болады. Ем ретінде қызылшаны шырын сыққыштан өткізіп, 1/3 немесе 1/4 стаканнан күніне 3-4 рет қабылдайсыз. Емді әр 3-4 сағат сайын жүргізіп отырсаңыз, 3-4 күнде керемет нәтижеге жетесіз.
Қиярды қабығымен жеуге әдеттеніңіз. Сондай-ақ күніне бір рет 1 стакан қияр шырынын ішіңіз. Асқабақ қан аздыққа өте пайдалы көкөніс. Күніне 150-200 грамм асқабақ жесеңіз, ағзаңызды шлактан тазартады, қанды көбейтеді әрі иммундық жүйеңізді нығайтады. Теріңіз жасарып, өзіңізді сергек сезінесіз. Ас көктің де ауруға қарсы күресетін қабілеті бар. Ол үшін 0,5 бума ас көкті ұсақтап турап 1 стакан сүтке салысыз. Оны отқа қойып қайнауға дейін жеткізіңіз. Бір қайнап шыққан соң отын бәсеңдетіп, тағы да 10 минутта қайнатыңыз. Дайын болған емдік сүтті сүзіп алып, 1-3 стаканнан күніне 3 рет ішіңіз. Қанды көбейтетін 3 сусын. Термостағы 1 стакан қайнаған суға біраз қасық итмұрынды шиповник салып, қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 8 сағаттай тұндыру керек. Белгіленген уақыттан соң сусынды сүзіп алып, шай ретінде күніне 3 рет ішесіз. Бірдей көлемде қой бүлдірген, қара қарақат пен қызыл шетен жидегін алып, шырын сыққыштан өткізіңіз. Дайын болған шырынды жарты стаканнан күніне 2 рет қабылдайсыз. Бұл коктейль қан аздықпен күреседі, темір тапшылығын реттейді әрі ұзақ уақытқа ағзаны қуаттандырады. Коктейльді дайындау үшін бізге бір данадан анар, лимон, алма және сәбіз керек. Әрқайсысын жеке-жеке шырын сыққыштан өткізіп алыңыз. Дайын болған шырынды шыны ыдысқа құйыңыз. Оған 70 грамм бал араластырып, қақпағын мықтап жабыңыз. Ыдысты тоңазытқышқа салуды ұмытпаңыз. Белгіленген күннен соң емдік шырынды 2 ас қасықтан күніне 3 рет қабылдаңыз. Бұл әдістерді жасау оп-оңай. Бастысы жалқаулықты жеңіп, ағзаңызды жасартыңыз. Сіздерге ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Міндетті түрде қандай тақырыпта пайдалы кеңестермен бөліскенімді қалайсыздар? Комментарийға жаза отырыңыздар. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.